Қымбатты достар, бүгін картоптан құймақ әзірлеймін, немесе драники деп аталады. Ол үшін картопты үккіштен өткіземіз. Пиязды да үккіштен өткізіп, картоппен бірге аздап тұздаймыз. Құймағымызды ешбір ұн қоспай пісіреміз, сондықтан артық суын сүзіп аламыз. Бізге қоймалжың масса болғаны дұрыс. Бөлектеп алған суымызды 2-3 минутқа тұндырып қойып, түбіне жиналған крахмалды массамызға қосамыз. Тұз, бұрыш, ас көк, 2 жұмыртқаны бөлек-бөлек қосып араластырамыз. Табаға май құйып қыздырамыз. Құймақты 2 бетін қызарып, дайын болғанша орташа отта пісіреміз. Құймақ дайын. Астарыңыз дәмді болсын.